ауызша 3 картасы. Жақсы. Сабаққа дайынбыз ба? Сабаққа дайынбыз ба? Сабаққа дайынбыз ба? Жақсы. Сәлеметсіздер мен құрметті әріптестер, мен Мыңбаев ауылындағы орта мектептің жас маманымын. Аты жөнім Аязбекова Эльмира. Бүгін мен сіздерге ұсынайын деп отырған тақырыбым ауызша сабақ 3 картасы бойынша топпен жұмыс жасау барысындағы тиімділігін көрсету. Енді ауызша 3 картасы деген кезде біз өзіміздің арамызда практика жүргізгенде оған біз әділетсіз карта деген ат қойғанбыз. Себебі оның өзінің қатып қалған ұпайлары бар. Енді қараңыз, біздің мақсатымыз бұл ауызша 3 картасының мақсаты 3-тік топпен жұмыс жасау. Яғни сіздің сыныбыңызда қанша оқушы болса да, сіз тек қана бір топта 3 қана оқушыны ұстай аласыз. 24 болса да, 25 болса да. Егер де оның арасында сізде 1-2 оқушы артып қалатын болса, оны сіз көмекші ретінде аласыз. Қай кезде қандай оқушыларды альфалап аласыз? Альфаларды сіз қатыстырмайсыз. Одан кейін сіз топқа бөлген кезде өздерің бөлініңдер демейсіз. Бұл жерде бір альфа, бір бета, бір гамма сияқты солай топ құрылу керек. Сіз өзіңіз құрыңыз солай. Өйткені өздерің топқа бөлініңдер десе, олар біледі ғой бір-бірін. 3 альфа бірігіп алуы мүмкін деген сияқты. Одан кейін осы составты келесі сабаққа сақтауға тырысыңыз. Өйткені бұның ерекшелігі сол, бұда бонустар беріледі топқа. Енді міндетіміз сол картадан ауытқымай сабақ беру, бірақ мүмкін емес ауытқымау. Өйткені өзіміздің шеберлігімізге сай бізде өзгерістер бар бұл картада. Мен көрсетейін деп отырғаным сол. Енді бірінші кезең, екінші кезең жалпақ тілмен қалай айтамыз? Бірінші кезең 21 тірек сөз ол сіздерге таныс. Сыни жекпе-жек проблемаларды шешу байқауы. Бұл картаның ерекшелігі осы. Сіз сыни сұрақ құрастыруды балаға үйретуіңіз керек, және логикамен ойланып жауап беруді үйретуіңіз керек. Одан кейін 4-ші кезең сыншылар сөйлейді. Яғни бұл жердегі сыншыңыз сіздің топ басшыңыз болады, бұл топты қорғай алу керек. Бұл жердегі біздің жаңағы өзіміздің ұлттық құндылығымыз адалдық, шыншыл деген сияқты біздің өзіміз ұлттық құндылығымыз байқалады. Келесі. Енді деген кешіңізде басқа мысалы топтан қателеріміз көруге. Иә, міндетті түрде айтасыз, оны айтасыз. Өйткені мен ғой бағалайтын бұл жерде, иә, сіз өзіңіз бағалайсыз. Одан кейін сіз мысалы байқамай қалуыңыз мүмкін. Сіз тұрасыз айтасыз, мен жаңағы мына топтың мына оқушы сөйлемей отқанын байқадым. Тек қана екеуі ғана жұмыс жасады. Өйткені маған уже мүмкіндік бермейсіз оны бағалауға. Енді қараңыз, қазір оны сабақ барысында болады деталі. Бүгінгі менің тақырыбым Абай жолы роман эпопеясындағы ең соңғы тақырып талқылау. Бұл ауызша 3 картасын көбінесе өзіңіз үлкен көлемді осындай Абай жолы роман эпопея өтетін болсаңыз, сабақтың соңында талқылау сабақ ретінде алыңыз. Сонда сіз мақсатыңызға жетесіз. Біз ұмытпауымыз керек, бұл жерде сабақ мақсатымыз біз жетуіміз керек. Қандай технология болсын, біз оны әдіс тек қана ойын ретінде көруіміз керек, балаларға солай ұсынуымыз керек. Авторлық идея мен өмір шындығы біздің тақырыбымыз, ал сабақ мақсатымыз Абай жолы роман эпопеясындағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Бұл жердегі біздің оқу сауаттылығымыз өмірмен байланысты. Сонда біз түбегейлі өзіміздің сабақ мақсатымызға жетуіміз керек қой. Ол жердегі ұлттық құндылығымыз, сабақ мақсатымыз, өмірмен байланысты функционалды сауаттылық бәрін біз осы технология кіріп тұруымыз керек, ұмытпауымыз керек. Басты біздің мақсатымыз сол ғой, ақпауыз. Ой, чап. Енді бірінші кезең бұл жерде 21 тірек сөз. Енді біз Абай жолы эпопеясын біз бітірдік, 2 томын бітірдік. Енді бұл жерде сіз қандай сұраққа жауап аласыз? Сен Абайды қаншалық таныдың деген сұраққа жауап аласыз. Сол үшін бірінші кезеңде оқушы осы 2 том бойынша тірек сөз, 21 тірек сөз жазады. 5-11 сынып аралығында оларға 5 минут уақыт береді, мен бірақ 1 минут уақыт береді сіздерге. Бұны ішінде кешіріңіз тағады, тәжірибеші жазама, топпен жеке-жеке жазған. Жеке жұмыс жасаған. Енді қараңыздар, бірінші бастамай тұрып, бірінші кезеңді. Міне, сіз өзіңіздің тобыңыздағы 3 тәжірибеші, сен, сыншы, мен, шабыттандырушы сендер бөлесіз да, тобын
қоясыз. Бірінші топ қандай аттарыңыз? Жамбыл дейді. Жамбыл? Міне, Жамбыл тобы. Екінші топ? Абай тобы дейді. Үшінші топ? Келесі топ? Тоғжан тобы дейді. Жақсы. Енді осы топ бойынша өздеріңіздің рөлдеріңізді білесіздер. Енді сыншы бұл жерде топ басшысы автоматты. Енді 21 тірек сөзді сіздер Абай жолы романындағы бірінші екінші томындағы басты кейіпкерлерден іздейсіздер, жер су аттарынан іздейсіздер және бөлім атауларынан іздейсіздер. Кеттік, 1 минут уақыт береді, бірақ 5 минут уақыт бересіздер ғой. Қолдағы қаламсақ қателік. Тастаймыз. Қаламсақты тастаймыз. Болды. Бұл жерде сіздер жарыстыру мақсатым емес қой, тек қана қаламсақты тастайсыздар. Егер тастамасаңыздар, сіз автоматты түрде сізге жаңағы минус қоюма болады. Менің құқығымдағы, тәртіпке бағынбағаныңыз үшін. Енді сіздер бір-біріңізге жаңағы менің альфаларым сіздерді тексеріп жүреді бұл жерде. Болмаса сіздер өзімнің нем үшін былай дәптерімді өлшеумен ауыстырамын. Жақсы. Келесі ме? Енді мына жердегі менің сөзіммен сәйкес келген тірек сөздеріңізге 1 ұпайдан беріңіздер. Егер де мысалы Абай Құнанбайұлы десеңіз, автоматты түрде 2 ұпай аласыз, өйткені 2 сөз жоқ. Бұл бірінші кезеңінің әділеттілігі неде? Сіз 15 сөз жазсаңыз да 7 ұпай аласыз. 7 сөз жазсаңыз да 7 ұпай аласыз. Ал енді бұл жерде ондай ұпайды берсем, менің тәжірибемен андай болды. Келе жатамында ұпайға келген кезде 14-те 14 2 тобым бірдей ұпай алып, кімге бірінші орынды берерін білмей қаласың. Сол үшін мен бұны қалай өзгерттім? Мен қанша тірек сөз жазасам, сонша ұпай беремін. Менің өзгерісім сол. Жақсы, де? Болдық па? Жамбыл тобы. Мысалға менде бар, сізде болмайды. Сәйкес болу керек, сәйкес болу керек. Менің сөздерім ғана саналады сіздерге ұпай. Сіз ол жерде 5 минуттың ішінде 100 сөз жазасыз ба? 21 сөз жазасыз ба? Бәрі үлгерген жаза бересіз. Бірақ мына 21 тірек сөзім менің сізден сәйкес келу керек қой. 5 сөз жазасыз ба? 7 сөз жазасыз ба, иә? Болды, иә? Жақсы, Жамбыл тобы. Тәжірибеші. 7 ұпай. Сыншы. Ама мен сәйкес келгенде де ана санайын ба? 9 ұпай. Шабыттандырушы 7 ұпай. Келесі тәжірибесі екінші топ Абай тобында 4, сыншы 7 ұпай, шабыттандырушы 5 ұпай. Тоғжан тобы тәжірибесі 10 ұпай, 7 ұпай, шабыттандырушы 9 ұпай. Енді мен альфаны жіберемін, өзі есептеймін. Мына жерге ол деген ұпай, мына жерге топтың ұпайын шығарасыз. Мына жерге топтың ұпайын шығарасыз. Сонда бұның ерекшелігі бұл картаның сіз топпен ұпай жинауыңыз керек. Одан кейін жеке өзіңізге бұл бағаңызды алуыңыз керек. Өзіңіз үшін де өзге үшін де жұмыс жасаңыз. Жаңа ғана кісі ойналмай осы жерін енді түсінді қалай бағалайтынына енді қараңыздар, екінші кезең сыни жекпе-жек. Бұның бізге карта бойынша беріп қойған ұпайы 6 ұпай. Енді ол 6 ұпай сізге топқа берілді ғой. Ал топ мүшелері үшін сізге 2, сізге 2, сізге 2. Қатып қалған ұпайы бар. Карта бойынша қатып қалған өзінің ұпайы 6 бойынша. Мына 6 ұпайды әділетсіз қайда тағы да. Мына 6 ұпайды
ұпайды сіз ғана сөйлеп ала аласыз. Екеуі нөл бойынша. болмаған сонда? Жоқ, сіз ғана 6 ұпай ала аласыз. Болмаса 5 ұпай алуыңыз мүмкін, 4 ұпай алуыңыз мүмкін ғой, иә? Енді сол ұпай сіз тобыңызға бөлесіз. Әдебиетті қайда? Иә. Ол сөйлесе де, сөйлемесе де сіз 6 алсаңыз, 2 деп бөліп бересіз тобыңызға. Олай балалы бір. Алалы керек. Өзіңіз үшін де жұмыс жасайсыз, өзге үшін де жұмыс жасайсыз ғой сонда. Сыншы топ басшысы ғой, иә? Тек қана сыншы емес, мүмкін сіз жауап беретін шығарсыз ұпайды. Главный топпен алу. Қайсыңыз алсаңыз да, сол ұпайды тобыңызға бөлесіз. Или мен бүйтуім мүмкін. Мына кісі жауап берді да, 4 ұпай алды, иә? Мен оған 4 деген балға мен қанағаттанып тұрмын. Сіз бала балды беремін, сіз. Бірақ мынаның соған көмектесіп отырғанын көрдім. Саған 2, сізге 2, мен сізді көрмедім ғой. Деп оған бал бермейсіз. Болмаса үшеуі бірігіп болса жақсы, сіз жауап беріп сөйлегеніңіз үшін сізге 2 бал, сізге 1 балдан бөліп берейін дейсіз. Топты бағалайсыз бірінші, одан кейін сол балды әділетті түрде бөліп бересіз. Сөйлегені Білесіз қойшы сыныбыңызды, қайсысы қатысып отыр, қайсысы қатыспай отыр, иә? Жақсы, иә? Енді бұл жердегі сізге тапсырма, үштіктер деп отырғанымыз топ, тақырып бойынша бір ғана сыни сұрақ. Топ бойынша құрастырасыз. Сыни сұрақ, ол қай жерде болды, қай уақытта болды деген сұрақ емес, кім не деген емес. Сыни бірінші сіздің жаңағы кезеңіңізде ол жаңағы шығармадан алып, екіншіңіз жаңа айтты ғой, проблемалық сұрақ деп. Ауытқып жеріңіз жоқ деп ол дәлелдеу керек сізге. Кішкене қиын күрделі логиканы қосатын сұрақ қойыңыз. Иә? Көрдіңіз ғой? Бұл картаның ерекшелігі сыни сұраққа дағдыландыру. Сосын логикасын қосып, бала сізге жауап беру керек. Иә? Топ бойынша бір ғана сыни сұрақ, бір ғана минут кеттік. Еще сұрақ просто біреу ғана. Құнанбайдың қодармен қамқаны жылдарға атқан әрекеті әділетсіз болған. Енді қараңыз, бұл жерде сіз сыныпта 3-ақ топ болмайды сізде. Сізде 15-20 топ болды, иә? Енді олар біз келесі сабақ балалар ауызша картасымен сабақ өтеміз деген кезде, тақырыптың соңы ғой, жаңағы бөлімнің соңы. Олар үйден дайындап келуге болады, сұрақтар. Мысалға сізге 1 минуттың ішінде бір сұрақтар болады. Ол сұрақ екінші топта қайталап болады. Ол сұрақ қою болмайды екінші топта. Уақыт бітті. Жалқы тобы, уақыт бітті. Тоғжан тобы, уақыт бітті. Бірінші болған топ қалаған тобына қалаған оқушысын таңдап сұрақ қояды. Кімді таңдайсыз? Қай блокты? Жамбыл тобындағы ортасында отырған Сағаш апайды таңдаймыз. Енді қараңыз, мына сұрақты қойған кісі сізге қояды ғой. Сіз жауап берсеңіз, мен сізді жауабыңызға қарай бағалаймын ғой. Ана кісі бағалмай, сіз бағаласыз, е? Ана кісі уже баға минус алады. Сол үшін мына кісі сізге қиын сұрақ дайындау керек. Бірақ сұрақ қойткені. Қиын сұрақсыз, иә. Егер мына кісі жауап бермейтін сұрақ құрастырып, өзі жауап беретін болса, автоматты түрде 6 ұпай алады да 2-ден бөліп береді. Ал сіз күшті жауап беріп, мына кісі толықтырайын, мен толықтырайын деп жауап берсе, сіздер автоматты түрде топпен жұмыс жасаған үшін 6 ұпай аласыздар да 2-ден бөліп бересіздер. топпен жауап болады. Егер сіз жауап бере алмасаңыз, сіз жауап бере алмасаңыз, сіз айтудан аған алып бермеу керексіздер ғой. 1 ұпай алсаңыз да. Көрдіңіз бе? Тырмысу керек. Қалай ойлайсыз, Қодар мен Қамқа оқиғасынан кейін Абайдың әкесіне деген көзқарасы өзгерді ме? әрине өзгерді. Сол сәтті көргеннен кейін Абай Құнанбай әкесіне Мүлде басқа қырынан. әкесіне басқа қырынан жақсы көрмейтіндей қырынан көрінді ғой. Әрекетін қаламады. Одан кейін Абай ауырып қалды ғой. Сол оқиғадан кейін Абай ауырып қалды. Несі? Тура сол оқиға болып жатқан кезде ауырып,
бір айдай ауырып қалады. Ол оқиғаны қабылдай алмайды, иә? Қабылдай алмайды. Бірінші жағдай Қалай шешу керек деген. басқа Әкесі оқиғаны көргеннен кейін қатыгез деген бейне қалыптасып болады ғой, енді дарғасқаны көрген кездеші деген. Бұл бір жағы Қодар мен қамған жағдайын Абайды әкелуге Жорға Жұмабай жұмсайды ғой. Сол кезде осыны шариғат заңы бойынша біліп кел деп сұрайды. Сол кезде оны қатаң түрде өлім жазасы дейді. Содан кейін Қодар мен қамқаны алғызып, Құнанбай бүкіл өзінің руларының алдында шақыртып жазалайды. Түйе дарғасын өлтіреді екен. Түйенің қырқынан. Одан өлмеген соң Семейдегі таудан Қамқа бірден өліп қалады да Қодар өлмейді, сосын тастан лақтырып, арға тас лақтырып. Қазір Семейде сол тас түйіліп тұр екен әлі. Сол Қодардың моласы деп аталған екен. Ал енді сіз оны қабылдайсыз ба? 100% қабылдайсыз, иә? Ал енді менің осы жерде менде қазір мұғалім емес оқушы ретінде қабылдап тұрмын да, мен оқушыларымның ол жаңағы жағдаятты дұрыс қабылдап кету керек. Ол дұрыс информациямен кету керек, бұл абай жолын талдаған кезде. Ал енді менде тағы бір сұрақ туындап тұр. Мен енді қанағаттанбай тұрмын да. Жақсы, Қодар мен Қамқаның жағдаяты бүкіл қазақ елінде бірінші рет болып тұр да, ол Құнанбайдың өзі шок алып тұр да ол жағдайда. Енді қараңыз, Абай неге әкесіне қарсы шығып тұр? Ол жағдай болды деп тұр, дәлелдеп тұр. Ал Құнанбай оны тексертіп, көзі жеткеннен кейін ондай нәрсеге жетіп тұр ол шешімге. Абай неге ренжиді? Деген сұрақ туындауымыз керек. Неге ренжіп тұр енді Абай деп сұрақ туындап жеңуіміз керек да? кішкене проблема Иә, проблеманы туғызып жеңу керек болып тұр. Иә? Сіз қойбасыз. Иә, мен сізге бал беру үшін мен жан таласып тұрмын ғой. Иә. Сұрағыңыз толық болсын деп, 6 ұпай алсын деп тұрмын. Көрдіңіздер ғой, апайлар? Сонда сіз бұл жерде мақсатыңыз сол кез келген шығармаңызды дұрыс талдауға, дұрыс балаға жеткізуге тырысуыңыз керек. Яғни бұл талқылау сабағы деп қарайсыз ғой. Талқылау сабағы деп қарайсыз. Түсіндіңіз ғой, иә? Бұл сабақта талқылау сабағы деп қарайсыз. Жақсы, мен сіздерге 4 ұпай бергім келеді. Бірінші Жамбыл тобына. Ол 4 ұпайды мен мысалға сізге 2 ұпай, қалғандарыңызға 1 ұпай беремін. Келсесіздер ғой, иә? Жақсы. Енді сіздер жауап бергеніңіз үшін сіздер екінші орын, жаңағы екінші, үшінші топқа сұрақ қойыңыз. қай топқа қоямыз? Ары топқа қоямыз. Ұпай алмайсыз, үш ұпай. Қайсына қоясыз? Тоғжан тобына. Қайсысына? Қайсысын таңдайсыз? Жоқ, біреуін таңдайды. Біреуін таңдайды. Бірінші тәжірибеші тұрыңыз. Сізге сұрақ. Бұл жерде қараңыздар, бұл оқушылар бір-бірін таниды ғой. Сөйтеді, бұл өзінің сұрағын жауап бере алмайтын оқушыға. Енді сіз қараңыз, сіз жауап бере алмасаңыз, сіздің уже балыңыз кеміп жатыр. Сіз бүкіл 6 ұпайды ала алмайсыз. Уже түсіп жатыр балыңыз, көрдіңіз ба? Екіншіңіз жауап береді, мүмкіндік азаяды бала алуға. Үшіншіңіз жауап береді, солай бағалайсыз. Адалдық сол кезде шығады. Тәжірибеші тыңдаңыз. Неліктен Ұлжан Абайға бөжекеңді көргенде сәлем берді деп айтады. Себебі бөжек мен Абайдың арасында негізі мен сұрағыңыз. Көрдіңіз ба? Қайта енді сіз ол сұрақты қоя алмайсыз. Себебі ол жерде екі мәселе. Бірінші білет бөжек мен Абайдың арасында кикілжің пайда болады. Кикілжің қалай пайда болды? Негізі бұл кикілжің жаңағы жер мәселесі бойынша. Жер дауы, иә? Жер дауы бойынша, иә. Соның салдарынан жаңағы Құнанбай жаңағы өктемді кетеді ғой бөжекке. Оның аты жаңағы кәмшатты берумен аяқталады. Болып, оны жаңағы жерлеуге жаңағы бармауы. Сонда үлкен дауға басып кетеді аты, иә. Мінекей енді оны жаңағы біріншіден бұл жерде Ұлжанның көрегендігі ғой. Бұл жерде жаңағы біздің, кешіріңіз апай, біздің құндылығымыз жатыр дейсіз да, құндылық тәрбиеміз айтады.
аналарымыздың біздің қазақ отбасында қандай рөл атқаратынын айтады. Көрдіңіз ба, сіз сабаққа құндылықты да оқу сауаттылығын бәрін кіріктіруіңіз керек қой. Бұл жердегі жаңағы өзінің көрегендігі, ақылдылығы, даналығы жаңағы әкелерінің арасында, үлкен адамдардың арасында болады. Болса да, сен әдептен аспай жаңағы көрген жерде амандас. Сол себепті ол жаңағы кетіп бара жатқанда бөжейді көрген кезде артына түсіп сәлемін береді. Және бұл сәлемді берген кезде бөжей қатты таң қалады. Сен бұл сәлемді саған біреу айтты ма, сен өзің беріп тұрсың ба деп сұрайды ғой. Иә. Абай не дейді, өзім беріп тұр деп батасын алады. Батасын алады, иә. Көрдіңіз ба, батасын алады. Бұл жер тағы біздің құндылығымыз деп айтып кетуің. Балалар жауап берген кезде сіз құндылықты дәріптей бересіз балаға. Иә, сілтеме жасап отырады. Ол қандай шығарма болсын да, ол сол шығармадан құндылықты да өмірмен байланыстырып та солай талдап үйрену керек қой. Сен Абай жолының жаңа мазмұнын біліп қана қоймай, сен оны талдап, мынау қазақтың тарихын біліп кетуің керексің ғой. Жақсы, қабылдайсыздар ма? Бірден ол бірінші сіздің жаңағы бірінші сұрақ қойған оқушы сұрақ жауап берді, ол 6 ұпай алады. Иә, әлі дауыс шешілмеген болады, иә. Бірінші ғана семейде ма, неге қарсы пікір жазайын деп барған кезде, сол бөжейден көріп, сол кезде сәлем береді. Одан жылдар кәмшатты береді ғой. Иә. Ол кәмшатты беру туралы басқа кісі айтады. Жақсы, қабылдайсыз ғой? Жақсы, 6 ұпай сіз тобыңызға 2 ұпайдан бердіңіз. Келесі сұрағыңызды тездетіп қойып жүріңіз. Енді балалысында бұл кісілер ренжиді. Ренжімейміз. Келесіне кетеміз. Кете береміз ба? Жақсы, онда сіздер ұпай алмайсыздар, иә? Енді келесі санай беріңізші. Келесі кезең проблемаларды шешу байқауы. Бұл жерде тура жаңағыдай өзіне қатып қалған 9 ұпайы болады. Ол 3-3-3-тен тиесілі. Мен оны 8, 7, 6-ға 0-ге дейін өзім бағалай аламын менің қолымда. Бұл сұрақты мен дайындап келемін, бүкіл топқа бір ғана сұрақ қоям. Ол да сыни проблемалық логиканы қосатын сұрақ болу керек. Яғни бұл жаңағы сұрақтың жауабы қатып қалған емес қой. Сіз сонда балаға фантазиясымен ойлануға мүмкіндік бересіз да, сіздің жауабыңызға қарағанда, мына кісі баланың фантазиясынан шыққан жауап сізге ұнаса, сіз оған 9 балды бере аласыз. Түсінікті ғой, Жақсы, менің сұрағым мынандай. Енді қараңыздар, бізге Ахмет Ыбырайларды оқыған кезде мектеп ашты, алфавитті бізге шығарып берді деп кетеміз. Бірақ олардың қолында не билігі болған жоқ, не байлығы болған жоқ. Бірақ олар сол орыстың политикасымен арпалысы жүріп, олар мектеп ашады да, солардың кесірінен бәрібірде олар у беріп өледі. Білеміз, ол тарихтан біз. Енді неге Абайдың қолында осы мүмкіндіктің бәрі бола тұра? Неге бір мектеп ашпады деген сұрақ туындап тұр да менде. Неге деп ойлайсыздар? Жауап күтемін, 1 минут берем. Кеттік. Уақыт бітті. Кім жауап береді? Қай топ? Тездетеміз. Тездетейік? Жай ғана ойларыңыз айтасыздар ғой? Бірінші Жамбыл тобы. Абай мен Абай Құнанбайдың былай айтқанда болыстық, Құнанбай өзі болыс болған ел басқарушысы араласып тұрды. Оны 13 жасқа дейін Семейдегі медресесінде оқыды да, одан кейін ел басқарушысына араласып қайтарып алды елге. Ал енді Ыбырайдың атасы Ғалғожа би болды. Сонымен қатар Ыбырай орысша мектепте оқыған, орыс негізінен араласқан сол кездегі саясатта. Одан кейін ол балаларға ең бірінші білім беруге білді. Абай да білді ғой. Абай да білді, бірақ оның ортасы бөлікте болды. Бір заманда өмір сүріп жатыр. Заманда өмір сүргенімен ел басқарушысы несін көрді, өзінің қара сөзінде де айтып берді ғой, бірінші қара сөзінде. Мен ел мал баға алмайды екем, бала қарай алмайды екем,
Жарайсыз, қабылдаймын. Сіздерге 9 ұпай берем. Қазір неге екенін айтамыз, е? Келесі екінші топ. Абай тобы. Енді Абайдың өзінде бір өлеңінде жатады ғой. Көрдіңіз ба? Сіз қара сөзбен дәлелдесеңіз, екінші оқушы ол Абайдың өлеңін талдап, миында сақтап қалады да, ол Абайдың өлеңімен дәлелдейді. Өлең айтып тұрған жоқ. Жақсы айтың, мазмұнын. Мен білімнің құндылығын, білімнің пайдасын 32 жасында бірақ білгенде өте біріншіден мен ойлаймын, сол бір білімге бетті кешірек бұрғандықтан және өзінің әкесінің ана бай отбасынан шыққан ғой, сол болыстығын пайдаланып кетіп, ол ұстаз болып жатыр деген сияқты қауесеттен қорыққандықтан аша алмаған. Жақсы, рахмет. Сіздерге 6 ана не ғой, ортасы бар емес па? Біз Абайды өмір сүрген кезінде айналасында бар көрсе қызар, білімге қызықпайтын отабы ғой. Оның шәкіртінің өзі байтын шығар, шәкірт. Келіндер біз Абайға барып жүгінеліп, Абайға қосырайық. Бұл заманда Абайға ма ғой, шоқтығы бейіттіп. Жақсы, рахмет. Бірақ 6 ұпай сіздерге 2 ұпайдан беремін, не? Үшінші, Тоғжан тобы. Тез, жылдам. Неге себебі бірінші қара сөзінде айтып кетеді ғой, бар білген түйген анда осы кім кері кетсе оны алар, кері кетпегені қояды дейді. Яғни бұл жерде мен бала барса балайын десем, баламның барлығы ер жетті, бала бағалмайды. Жақсы, рахмет, қабылдаймын. Сіздерге де 3 ұпайдан беремін. Альфа, бағалай беріңіз. Жақсы. Менің дұрыс жауабым жаңағы бірінші Жамбыл тобының айтқандай өзінің жауабын бірінші қара сөзінде айтып кетеді. Мен бәрін айтып келе жатады да, бала бағуға келген кезде бала бағу менің қолымнан келмейді. Бұл өзінің балаларын айтып тұрған жоқ. Бұл балаға, яғни өзінің білімін беру. Яғни Ыбырай мен Ахметті алсақ, оларда методика бар да, оларда әдіс тәсіл бар. Олар балалармен жұмыс жасау керек екен біледі. Ал мен дейді, баламен жұмыс жасау керек, қалай жұмыс жасау керек екен білмеймін деп тұр ғой бұл жерде. Мен одан да ең соңында жаңа сіздер қорытындыларыңыздар ойды, я, бастап беріңіздер, қорытындыларыңыздар. Яғни өзім ақ парағыммен, қара қаламмен дос болайын, соған жазайын деп шештім. Керек адам өзі алсын, керек емесі оқымаса, ол менің дүнием болып қала берсін деп тұр ғой, ренжімеймін деп тұр. Енді оны Абай жолымен де сіздер дәлелдеулеріңізге болады. Сол жерде де мысалға, Айгеріммен ренжіп қалса, көңіл күйі болмай қалса, ол кетеді ғой тыныштық іздеп. Жаңағы ақ қағазымен қара қаламын алады да кетеді дейді ғой. Міне осы жерде де жауабы тұр да. Жарайсыздар, рахмет. Енді 4-ші кезең бұл жерде сыншыларға беріледі. Жаңағы біздің мынау таблица. Сыншының әділеттілігін байқайсыздар. Сыншы тобын қорғайды, сыншы екінші топты сынайды. Кез келген өзінің тобын кім жұмыс жасап отырды, кім жұмыс жасамай отырды, оны айтып береді, жығып береді ғой. Өзінің тобында да мысалы жұмыс жасамай отқан оқушыны айту керек. Жақсы. Бұл жерде де 3 ұпаймен бағаланады, бір-бірден кетеді. Мысалы, мен сыншы өтірік айтқан үшін саған ұпай бере алмаймын. Өзім байқасам, мен тек қана сенің қасындағыларға ғана бір ұпайдан берейін деп бағалауыма болады. Сол үшін бұл жерде де адалдықты. Жақсы, бірінші топ, Жамбыл тобы. Сыншы. Тездетсеге. Өздерін жаңағы. Бағалай, сабаққа баға бересіз. Одан кейін екінші кезең бойынша сұрақ құрастырылды. Сұрақтарға жауап бере алды, топпен жауап берді. Тобыңызда барлығы жұмыс жасады ма? Тәрбиеші жақсы жұмыс жасады, жексенбі дәріс дамытты. Қабылдаушы кішкене әлсіз болды, Жақсы, рахмет. Сіздерге 2 ұпай берейін. Тәжірибесімен сыншыға. Жақсы, рахмет. Тездетте күтіп қалды. Екінші топ. Мен өзіме ба? Біздің күшті жақтарымыз балдарымыз сәйкес келеді. Өзім күштімін десім болады. Жақсы. Болады әрине. Өзіңіз енді лидерлік қабілетті мен бала танытқан сияқты. Әсі жақтарға бізге енді сұрақ қойылған жоқ, әйтпесе біз
балымыз күшті жоғары болар еді. Жақсы, рахмет. Мен байқадым, сіз ғана жұмыс жасап отқан сияқты болдыңыз, иә? Рахмет. Үшінші топ. Ортаға қоясыз, ортаға қоясыз. Сіз сыншысыз ғой. Кешіріңіз. Аха. Келесі. Біздің топта барлығы жақсы топта қатысты күшті жағымыз. Ал әлсіз тұсымыз бізде жылдамдық, кішкене жылдамдық аздау болды. Жақсы. Енді мен кім тәжірибеші? Тәжірибеші. Тәжірибешінің жұмыс жасаған және сыншының жұмыс жасаған байқадым. Шабыттандырушы, ренжімеңіз. Міне, осылай енді қараңыздар. Енді бұл жерде бағалау ғой. Ал. Айтыңыз. Мысалы, мен сабақ бергенде әрқайсысында тапсырма группасында өзінің жұмыс өзінде бірінші етап кетті ма, тәжірибеші тек қана жаңағы сыни сұрақта. Сыншы өзінің жұмысын біліп отыр. Жоқ, ол кезде сіз топта, басқа топтағы оқушы таңдайды ғой. Мына бүкіл қамтылады. Мысалы, мына жерде мүлдем тәжірибеші сөйлеген жоқ. Енді бұның тиімділігі сол ғой, апай. Бұлар топпен жұмыс жасап үйрену керек қой. Сіз бірінші сабақта жете алмайсыз оған. Бірақ картаның өзінің қатып қалған ережесі бар ғой. Мына кісі тұрады да бұл біреуін таңдап сұрақ қояды ғой. Жаңа апайыңыз айтып жатқанда дұрыс. Сіздің айтып жатқаныңыз да дұрыс. Сіздікі деңгейі уже артқан оқушылар тобына қатарына жатқызасыз, а сіздікі енді жаңадан бастап келе жатқан оқушылардың қатарына қосасыз. Ал оны қалай істейсіздер? Апайымыздың айтқаны бойынша әдіс тәсілін айтып берейін. Бізде тәжірибеші жаттап алыңыздар. Жаңа бағана садиктің не деуші? Тәрбиеші емес, тәжірибеші. Апайымыз бағана тәрбиеші деп айтты ғой. Соны айтып жатқан ғой. Тәжірибеші, сыншы, шабыт беруші. Шабыт беруші бізде көп жағдайда деңгейі төмен оқушылар болып қалады. Сыншы ол ортаңға. Топ басшысы. Ал тәжірибешілеріміз жоғарғы деңгейде. Ал оны қалай бөлесіздер? Сол жерде сіздерге тәжірибешіге кітапты жатқызып тастайсыздар. Сыншыға қосымша ақпараттар жазып отырсын, сабақ барысы бойынша, ал шабыт беруші қосымша ақпаратты кітапты ашып, сол ғана қамтамасыз етіп отырсын. Ақпаратты сол жеткізіп отырсыздар. Сыншыға, тәжірибешіге. Сұрақтың жауабын тауып отыр деген сияқты. Дұрыс айтасыз. Көрдіңіз, жаңа сіздікінде екеуін абай өткіш шешесіздер бұл жерде. Ал енді жаңағы сіздерде сыншыларыңыздың шайқасы кезінде де үшінші этабыңызда да екінші этабыңызда да уақыт бергеніңіз абзал болады оқушыларыңызға. Өйткені кім айтады, кімдікі дайын болды, кім айтады, кімдікі дайын болды деп көп кідіріп қаласыздар да. Сіздерге мысалға 5 минут уақыт берем, сұрақтарын дайындаңдар. 2 минут уақыт берем, сұрақтарын дайындаңдар. Уақыт бітті ма, уже ешқайсынан таңдамайсыздар. Топтың атауын жазып қойдыңыздар ғой сіздер. Сол топты тұрғызасыздар да бірден сұрай бересіздер. Түсінікті ғой апайлар, иә? 12, 13, 14, иә? Енді қараңыз, мына жерде сіздің бағалау, мынау сіздің тәжірибешінің өзінің ұпайы бүгінгі балы, жеке өзінікі, мынау сыншыныкі, мынау шабыттандырушыныкі бүгінгі ұпайы. Енді бұл жерде сіз өзіңіз бағалау шкаласын дайындап келе алмайсыз. Сіз осыған қарайсыз да, ұпайға қарайсыз да, шкаланы шығарасыз. Өзіміздің балдық, ондық балдық жүйеге шкалаға шаш жересіз болды. Жаңағы бағалауды сұрап отқан әріптестерім айтып отырмын. Енді мына жерге сіз топтың ұпайын шығарып, мына жерге топтың ұпайын шығарып, сіз бірінші орын, екінші орын, үшінші орынға дейін бере аласыз. Енді бұл картаның ерекшелігі тағы да бұл жерде бонус бар. Жаңа басында айттым ғой, сіз осы составты сақтауға тырысыңыз келесі сабақта. Өйткені оларда бонус болады да. Бірінші бонус, бірінші орын алған мысалға топ, олар 3 тірек сөзді мен оларға сыйлыққа берем келесі сабақта. Оларда 3 ұпай бар. Екінші топқа сыни сұрақ қойған кезде сендер бастайсыңдар, жаңағыдай қайталанып кетпеу үшін оларға үлкен мүмкіндік бірінші бастау. Бірінші бастап ол келесі топқа сұрақ қойылады деген сияқты, осындай өзінің бонус, орын алғандарға бонусы бар, және де бірінші орын алған топты ортаға шығарып марапаттап жүргізесіз. Жоқ, ондай емес. Міне менің бүгінгі сіздерге әкелген. Жақсы, түсіндіңіздер ғой, рахмет көп-көп. Өте жақсы маман. Рахмет.